Ұстаз деген кім? Ұстаз дегеніміз адам өмірінің бір негізін қалаушы, оны бір тұлға ретінде қалыптастырушы тұлға. Алғаш еңбек жолыңызды қалай бастадыңыз? Алғаш еңбек жолымды да осы мектеп саласынан, қаладағы білім беру мекемелерінде бастадым. Өзім оқып түлеп ұшқан нөмірі 3-ші жалпы білім беру орта мектебінде қызмет еттім. Бүгінде осы Ақтау қаласына қарасты нөмірі 27-ші Өмірзақ орта мектебіндемін. Ұстаздық жолды қалай таңдадыңыз? Бұл салаға ең бірінші мен анамның тілегі, анамның арманы, осы мектепке алғаш жұмысқа алып келгенде мені анам болатын. Сол кісінің арманын жалғастыру мақсатында осы мектеп саласында жұмыс жасап жүріп, мектеп қабырғасында осы бастауыш сынып мұғалімі мамандығы бойынша білім алып, солай анамның арманын, тілегін жалғастырудамын. Ал ұстаздық, ең алғашқы ұстазым, енді өмір болғасын әр салада ұстазың болады ғой. Еңбек жолында ұстазың болады, өмірде ұстазың болады. Ал еңбек жолындағы ұстазым менің алғашқы мектеп басшысы, бүгінгі таңда зейнеттегі ардагер ұстаз Ақлима Кеманқызы. Әрбір айтқан ақыл кеңесі бүгінгі күнде менің жұмыс жасауыма, сол кісінің ақылда кеңестері есіме түсіп, жұмысымда пайдаланам, қолданам. Балаға деген мейірімділікті қалай көрсетесіз? Енді бала дегенде, баланы көргенде қуану, оған мейіріміңді көрсетпеу мүмкін емес деп ойлаймын. Ата-аналармен байланысыңыз қалай? Ата-аналармен байланысымыз жақсы. Қазір ашықтық заман, барлық байланыс нөмірлеріміз де барлығы әлеуметтік желіде жарияланған, ашық. Қай кезде келем десе де, кешке 6-да келіп жатса да, біз қабылдауға дайынбыз. Біздің ата-аналар да барлығы, мен таныспын, танимын. Мектептегі 372 отбасы бар болса, барлығында мен танимын деп айта аламын. Ұстаздық мамандыққа деген махаббатыңыз? Егер екінші рет мамандық таңдауға мүмкіндік туса, қайтадан осы ұстаздық жолына келер едім. Менің бірінші мамандығым қаржыгер, қаржы саласында. Екінші мамандығым ұстаздық. Ал егер қайта таңдау мүмкіндігі болып жатса, мен ең бірінші ұстаздық жолын таңдар едім. Цифрлы бағыт ұстаздарға жасалып жатқан мүмкіндік пе, әлде міндет пе? Міндет деп айта алмаймыз, қажетті дүние. Өйткені қазіргі заманның өзі, қоғамның өзі осыған алып келе жатыр ғой. Қажет деп білу керек мұғалім. Өзінің көрсете алмай жатқан сабақтарын, қазір мектептегі сабақты тек оқушы көреді, мектептегі әріптестері көреді. Ашық есік күні ата-ана келіп қатысар 5-6. Ал мына сандық технологиялардың дамыған заманда ол сабақтарын неге мұғалім көрсетпеске? Ұстаз мәртебесі жайында не айтасыз? Енді мына қазір мұғалімнің мәртебесі деп жатырмыз. Елбасының өзі қолға алған, одан кейін министрдің өзі бүгінгі таңда үлкен тапсырмалар беріп қолға алып отырған шарасы ғой, мұғалімнің мәртебесін. Мұғалім енді ары қарай өзі сол мәртебеге сай болу үшін жұмыстану керек. Аянбай еңбек ету керек, ерінбеу керек, жалқаулықты азайту керек, күнделікті ізденімпаз болу керек. Сіздің бағалау тәсіліңіз? Баланы ары қарай дамыту үшін, оның ары қарай зейінін ашу үшін көтермелеу керек баланы. Бағада тұрған ештеңе жоқ, қарап отырсақ. Ертең күні ол бала математикадан сабақты 3-ке оқығанмен, ол ертең күні үлкен өмір жолында математик болмауы да мүмкін. Жас мамандарға айтар кеңесіңіз? Жас мамандарға кеңесті біз күнделікті айтып отырамыз. Күнделікті өздерінің жас мамандардың бекітілген тәлімгерлері бар. Сол кісілермен де тығыз байланыста, жұмыста. Ұстаздарға не айтамыз? Ұстаздар жауапкершілікті арттыру керек. Бүгінгі таңда біздің қоғамға қажетті дүние жауапкершілік. Жауапкершілік болса, ерінбей ізденсе, оқыса, қазір бізде барлық мүмкіндік жасалған. Оқиым деген балаға да, жұмыс жасайым деген ұстазға да барлық мүмкіндік жасалған. Ерінбеу керек.